Баршаңызға сәлем, берекелі дастархан арнасының көрермендері. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, әрі жұп-жұмсақ, сүзбелі пирогты дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге керегі ұн мен сары май. Сары майды ұнға ауната отырып, осылай үккіштен өткізіп аламыз. Үккіштен өткізіп болған массамызға қопсытқышты, жұмыртқаны және де 300 грамм қанттың 100 граммын қоса отырып, массамызды араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Сүзбеге 100 грамм қант, жұмыртқаның сары уызы мен қаймақты қосып араластырамыз. Дайындап алған сүзбелі массамызды осылай блендермен бір келкі масса болып шыққанға дейін араластырамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, формамызды қойып алдық. Енді осы формаға қамырымызды бір келкі етіп жаямыз. Қамырды формаға тегістеп жайып болғаннан соң, ішіне дайындап қойған сүзбелі массамызды құйып, бетін тегістеп 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутқа салып қоямыз. Пирогтың пісуіне 5-10 минут қалған кезде жаңағы сары уыздан ажыратып алған ақуыздарымызды алып, қалған 100 грамм қантты кішкенеден қоса отырып, миксермен қою аппақ болып өз формасын ұстағанша араластырамыз. Мінекей, ақуыздарымыз осылай аппақ болып, көтеріліп, өз формасын ұстаған кезде миксерді өшіреміз. Енді пирогты 30 минут өткеннен соң пештен шығарып, үстіне жаңағы дайындаған ақуыздарымызды құйып, оның бетін тегістеп, тағы да пешке 160 градусқа 5 минутқа қоямыз. Пирогты пештен шығардық. Енді үстіне бір үлкендеу ыдысты төңкеріп қойып, 5 минутқа қою керек. 5 минуттан артық ұстасаңыздар, буланып, бетінде көз жас шықпай қалуы мүмкін. Сіздерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған берекелі дастархан арнасы.